Оны көбейту үшін бірінші бұрыс бөлшекке айналдырып алам. 4-тен бөлімін жазып қоям, бұрыс бөлшекке айналдырам деген. Алымын не істеймін? 1-ге 4-ті көбейтем, қосамын. 1-ді шығат 5. 4-тен 5 болды. Көбейтілген 5-тен неше болады? Мына бұрыс бөлшек 5-тен 6 болады. Тең болады. Не істейді екенбіз? Қысқартамыз біз. 5 пен 5-ті қысқартады. 1-ден 1-ден. 4 пен не қысқарады? 6 қысқарады. Қай санға қысқарады? 2-ге қысқарады. Мынаған 2-ден, мынаған 3-тен. Енді қалған мәндерін не істейді екенбіз? Жазады екенбіз. Мысал үшін не қалды бізде? 1-ге 3-ті көбейтем. 3 шығады. 2-ге 1-ді көбейтем. 2 шығады. 2-ден 3 деген бізде не шықты? Бұрыс бөлшек шықты. Осы бұрыс бөлшекті 1/2-ден 1 деген аралас санға айналдырады екенмін. Түсінікті ма? Енді 8 көбейтілген 3/2-ден 1 деген аралас санды алатын болсақ, қалай көбейтеміз? Тең 8-дің өзін жазып қоямын. Көбейтілген бөлімінде 2-ні жазам. Бұрыс бөлшекке айналдыруым керек. 3-ге 2-ні көбейтем 6, оған 1-ді қосам 7. Енді қараңыздар, мына бөлшектің біз айтамыз, бөлімінде 1 бар деген сөз деп. Не істейді? 8 бен 2 бізде қысқарады. Мынаған 1-ден, мынаған 4-тен. 4-ге 7-ні көбейтем неше? 28. Жауабы не болады? 28 болады. Бөлімінде себебі не қалды? 1 қалды. 1-ді жазып қажеті бар ма? Жоқ. Қажеті жоқ, иә? Онда осылай қала береді. Енді қараңыздар. Келесі тағы бір мысал келтірсек, мысал үшін сіздерде 5-8 теңдеу берілген. Оннан 9. X бөлінген 10-нан 9. Тең 1-ге дейді. X-тің мәнін табу үшін не істеймін мен? X тең 1-ді көбейтемін 10-нан 9-ға. Жауабы қандай сан болады? 1-ді жай бөлшекке көбейтсек. Жалпы 1-ді кез келген санға көбейтсек, санның өзі шығады, е? Жауап бізде 10-нан 9 болады екен.